Egov.kz порталында мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына балаларды және құжаттарды қабылдауға өтінім жіберу үшін. Egov.kz порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте мектепке дейінгі білім бөлімді таңдаңыз. Мектепке дейінгі ұйымдарға құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Бірінші қадамда байланыс телефоны, электрондық поштаны көрсетіңіз. Өз санатыңызды көрсетіңіз. Бала туралы ақпарат жолағына құсбелгі қойып, келесі түймесін басыңыз. Екінші қадамның соңғы бетінде вакцинация картасы мен денсаулық паспортын тіркеу керек. Ол үшін файлды таңдау түймесін басып, құжаттарды жүктеу қажет. Өтінімге ECQ кілтінің көмегімен қол қойып, мәртебені жаңарту батырмасын басу керек. Осыдан кейін мектепке дейінгі ұйымдар үшін қызмет көрсетудің үлгілік шарты қолжетімді болады. Оған ECQ кілттің көмегімен қол қою қажет. Қол қойылған мектепке дейінгі ұйымдар үшін қызмет көрсетудің үлгілік шарты жүктеу үшін қолжетімді болады.